дәрет алатын кезде ниет етуге қатысты өте бір маңызды мәселе бар. Былай қарайтын болсақ, дәрет алу ары кетсе бір азғантай ғана уақытты ғана алады. Ал осы азғантай уақытқа біз ниетімізді дұрыстайтын болсақ, көптеген иншалла сауапты ала алады екенбіз. Осыған қатысты Абдулла ибн Мубарак айтады: "Кам мин амалин қалилин аззаматху ния" дейді. Қаншама азғантай амал бар дейді, ниет оны үлкен қылып жіберді дейді. Осы біздің азғантай ғана дәрет алу амалын ниет арқылы үлкен қыла аламыз. Сол үшін біз дәрет алатын кезде 4 нәрсеге ниет етуіміз керек. Біріншісі, осы дәрет арқылы мен Аллаға құлшылық қыла аламын деп ниет етеміз. Екіншісі, Алла тағаланың Майда сүресінің 6 аятындағы бұйрықтарына бағынып жатырмын деп ниет етеміз. Өйткені Алла тағала осы аятта уайымын келтіргендер: егер сендер намазға тұратын болсаңдар, беттеріңді жуыңдар, қолдарыңды шынтаққа дейін жуыңдар, бастарыңа мәсі тартып, аяқтарыңды тобыққа дейін жуыңдар деген бұйрығы бар. Яғни мен